Сәлем достар, мен бүгін сіздерге ең дәмді, ең оңай творожный пирогтың рецептісін ұсынамын. Қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, арнама тіркеліп, құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Алдымен чизкейктің қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бөлме температурасында еріп тұрған сары майға жұмыртқаны, қантты салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң разрыхлитель мен ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Енді пирогтың начинкасын дайындаймыз. Ол үшін сүзбеге қантты, жұмыртқаны, манная крупаны салып, жақсылап блендермен езіп аламыз. Диаметрі 22-23 см кез келген форманы алып, қамырымызды осы видеода көрсетілгендей етіп жақсылап жайып шығамыз. Осы видеода көрсетілгендей етіп, қамырдың бетін вилкамен тесіп шығуымыз керек. Одан соң сүзбелі начинкамызды құйып, алдын ала қызып тұрған пеште 150 немесе 160 градуста тура 1 сағат пісіріп аламыз. 180 немесе одан жоғары градуста пісіруге болмайды, себебі начинкамыздың арасы піспей қалады. Міне, біздің пирогымыз пісіп шықты. Дәл осылай қызартып аламыз. Егер сізде 1 сағаттан ерте қызарып кететін болса, демек сіз пешіңіздің градусын қатты қойып қойғансыз. Пирогты ыстықта кесуге болмайды, бөлме температурасында сәл суытып алып, кесеңіз де болады. Осы кезде сіздерге бір лайфқа қайтып кетейін. Осындай песочный тестомен жұмыс істегенде, яғни творожный, сметанный, сникерс пирогтарын пісірген кезде, пісіп шыққан пирогтарымызды жылы духовканың ішінде сақтаған дұрыс. Яғни біз пирогты пісірген кезде духовканың іші жып-жылы болып тұрады ғой. Сол духовканың ішінде кем дегенде 3-4 сағат сақтаңыздар. Сол кезде сіздердің қамырларыңыз өте жұмсақ, ауызға салсаң еріп кететін болады. Ал егер олай жасамасаңыздар, песочный тестолары қатты болып, жеген кезде де ыңғайсыз болып тұрады. Сіздермен бірге болған Ғайша Нұрбекқызы, астарыңыз дәмді болсын.